Hello, my dear students. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Excel for Kazakhstan grade 6, page 76-77. Бүгін сабағымыздың 76-77 беттердің тапсырмаларын орындайтын боламыз. Edutainment values why we should travel. Неге біз саяхаттаймыз? Exercise 1A. Read the quotation. What does it mean? Do you agree or disagree? Why? Discuss. Астында берілген дәйек сөзді оқып, оның мағынасы қалай? Сіздер онымен келісесіздер ме, жоқ келіспейсіздер ме? Сол туралы талқыла. Quotation: The world is a book, and those who do not travel read only one page. Әлем бұл бір кітап. Кім саяхаттамайды, ол тек бір бетін ғана оқығаны. Yes, I agree. When you travel is a way to full experience, to explore the unknown place, we learn about the world. Саяхаттау бұл әлемді тану, танымайтын жерлерді зерттеу, тәжірибе жинау болып табылады. B тапсырмасы: Look at the list of reasons why people travel. Tick the statements that are true for you. Can you think of any other reasons? B тапсырмасында неліктен адамдар саяхаттайды? Астында берген сөйлемдерді қарап шығамыз. Қайсысы рас, сіз үшін соны белгілейтін боламыз. Және де басқа қандай қосатын ойларыңыз бар, соны жаза кетіңіздер. Біріншісінде I learn about new places and things. Біз саяхат жасаған кезде жаңа орындарды тани бастаймыз, заттарды үйрене бастаймыз, е? True деп белгілейміз. Екіншісі I meet new people. Жаңа адамдармен танысамыз. True. I relax and have fun. Ол жақта демаламыз, көңіл көтереміз. I visit museums and art galleries. Мен музейге және өнер галереясына барамын. Бесіншісі, мен жанұяммен уақытымды өткіземін. Алтыншысы I try new and interesting food. Мен жаңа қызық тағамдарды жеп көремін. C тапсырмасында use ideas in exercise 1B to write a short paragraph expressing your opinion. Бірінші B жаттығуға қарап, өз ойларыңызды жазыңыздар. Кішкене ғана мәтін құрастырып, саяхат жайлы не ойлайсыздар, ойыңызды жазып кетіңіздер. Exercise 2. Do the quiz. Complete the sentences. Екінші жаттығуда көз жасау, сөйлемдерді толықтырып жазамыз. Exercise 4. Listen to the song. What does the singer mean by live in the moment, tomorrow is too late? Discuss. Төртінші жаттығуда әнді тыңдайсыздар. Әншінің айтқаны қазірше өмір сүр, ертең кеш болады. Бүгін істей алатын жұмысыңды бүгін істеп ал, ертеңге қалдырма деген мағынаны береді. The next one, Model 7, page 77. Reading for pleasure, vocabulary characters. Exercise 1, match the descriptions to the pictures. Which of the characters in the pictures are heroes, heroines, and which are villains? Бірінші жаттығуда кейіпкерлердің суреті берілген және астында 3 сипаттама берілген. Сол сипаттамаларды суреттермен сәйкестендіреміз. Қай кейіпкерлердің қайсысы зұлым екенін анықтаймыз. Бірінші суретте forced to work as a servant in her own house by her evil stepmother, with this beautiful kind girl finally get a chance of happiness. Бұл сипаттамада мейірімді қыз бен зұлым өгей анасы жайлы. Біріншісіне A суреті сәйкес келеді. Stepmother and Cinderella, Золушка ертегісі. The second one, growing up on the streets with no money, this poor brave and kind young man
man's life changes when he helps the wicked and greedy advisor of the king to find a lamp. How will this lamp change his life? Батыл және мейірімді жас бала зұлым және ашкөз кеңесші туралы ертегі шамды тауып алып, өмірін өзгертіп жібереді. Мұнда Си суреті сәйкес келеді. Волшебная лампа ертегісі. The third one, after escaping from a miserable workhouse, this young, honest and caring boy lives on the streets with other children. The cruel man he meets will make his life even more difficult. Үшінші шыншыл және қамқор бала және қатыгез кісі жайлы ертегі. Қатыгез кісі баланың өмірін қиындатып жібереді. Би суреті сәйкес келеді. Келесі exercise 2. Look at the adjectives in bold. Which of the adjectives are positive, negative? Check in your dictionary. Екінші жаттығуда қарамайын жазылған сөздерді, сын есімдерді жазып аламыз. Адамның жақсы және жаман қасиеттерін бөліп, бір-біріне қарама-қарсы сын есімдерді тауып жазамыз.